Жаңбыр басталып кетті, желіге шығайық, адамдар жаяу жүрмесін, көрейік, коэффициент көтеріледі ғой жаңбырда. Ал басайық, жолға шығайық, тапсырыс күтейік. Міне бірден келді, 950 коэффициентпен келді, басамыз, кеттік. Осындай бір аялдамасы бар екен, келіп күтіп тұрмын. Қанша шығады екен, менде әзірше көрінбейді, бірден бағасы. Кеттікті басқанда ғана көрінеді. Тапсырысты аяқтадым, 33 минут уақыт кетті, 3300 теңге, оның үстінен келесі тапсырыс түсті, келесі тапсырысқа барамыз. Келесі тапсырыс жақын жерде екен. Ал тапсырысты аяқтайық, 27 минут уақыт кетті, кептелісте тұрып қалдым, 2640 теңге шықты. Жолаушылар кетті. Сонда 1 сағат 10 минутта 4471 теңге шықты. Екі-ақ тапсырыс бұл. Қазір тағы бір тапсырыс орындайын. Тапсырыс келіп түсті 1250 коэффициентімен. Қай жерде екен? Жақын жерде екен, барып алып кетейін. Тапсырысты аяқтадым, 8 минут уақыт кетті. 8 минутта 2080 теңге. Келесі тапсырыс түсті үстінен. 8 минут уақыт кетті. 8 минутта 1120 теңге. Бұл тапсырысты да аяқтадым. 21 минут уақыт кетті. Келесі тапсырыс түсті. Бұл қайда екен? Мына жаққа барады екен, айналып келеді екен. Келдім достар. Осындай үй екен. Аулаға қарай оңға бұрылыңыз деді. Арман қарай бара алмаймын, осы жерде күтейін. Аяқ киімді шешіп салып, осылай жалаң аяқ жүргізіп жүрмін, шаршамайды екенсіз, рахат. Достар, 17 минутта аяқтадым. Бүгіндікке соңғы тапсырыс. 2,5 сағат желіде жүрдім, қазір көрсетейін қанша шыққан. Бүгіндікке 9199 теңге шықты, 6 тапсырыс, 2,5 сағат уақыт кетті. Достар, бұл 9200 тазасы. Ана Яндекстің комиссиясын алып тастаған кезде, таксопарктікін алып тастаған кезде, сосын ИП-нің зейнетақы, мед сақтандыру, соның барлығын алып тастаған кезде таза түскені. 2,5 сағатта 9200 теңге деген менің ойымша жақсы. Сіздер қалай ойлайсыздар?